Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Ассалаумағалейкум барша Дремлига сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін. Қолдауды аямаңыздар, және де WhatsApp группама кірсеңіздер болады. Барлық толық мәліметтерді, ссылкаларды осы видеоның описаниясына қалдырып кететін боламын. Кіріп көрсеңіздер болады. Бүгінгі видеода енді біз взлом жасауға бола ма, болмай ма, сол жайлы айтатын боламыз. Егер сіздерге видео қызық болатын болса, соңына дейін қараңыздар, соңына дейін көріп кетіңіздер. Олай болса мен көп созбай бастайын достар. Кеттік. Жалпы Дремлига 2023 ойынында взлом жасауға бола ма деген сұрақ көбісінің көкейінде тұрған шығар. Менің тек бірақ жауабым бар, болмайды. Себебі бұл онлайн ойналатын ойын. Онлайн ойналатын кез келген ойынға взлом жасай алмайсыздар. Тек 2017, 2018, 2019 жылғы версияларында ғана взломмен ойнай аласыздар. Ал енді мына монеталарға қарап тұрсаңыздар, кристалларға қарап тұрсаңыздар, бір жағынан ойлауы мүмкін адамдар, мынау взлом жасалған ғой деп. Жоқ, бұл взлом жасалмаған, бұл менің оқырманымның аккаунты. Мен видеоларымды үзбей көретін адамдар бұл аккаунтты таниды деген ойдамын. Бұның бәрі таза еңбекпен ойналып жиналған. Сіздерге енді дамудың топ 3 жолын көрсетейін деп отырмын. Егер білмейтін жандар болса, жаңадан бастап жатқан жандар болса, Дремлиганы көріп кетіңіздер. Олай болса мен ұсынайын, кеттік онда. Үшінші орынға бізде карьерадағы матчтар жайғасты достар. Бұл жерден сіз карьерада мысалы ең басында басталғанда 4-ші дивизион ба, үшін өте төмен дивизионда боласыз. Жеңген кезде матчта аз ақша береді. Сосын дивизион көтерілген сайын сіздің монетаңыз да көтеріле бастайды. Яғни жеңгенде көбірек монета бере бастайды. Яғни легендарный дивизионға жеткенде уже кәдімгідей ауқымды ақша аласыздар. Екінші орынға достар, мен испытания деген жердегі ежедневный испытания мен сосын мына жердегі сезонный абонементті қойдым. Осы екеуін күнделікті орындап отырсаңыздар, күнделікті обновление болып тұрады. Міне көріп тұрғандарыңыздай 60, 70, 80, 85, 90, 150, соңында тіпті тегін агент береді. Осы екеуін күнделікті орындап отырсаңыздар, сіздерде кристалл да, монета да болады. Ал достар, мен топ 1-ші орынға осы стадионды жатқыздым. Ең алдымен бәрінен де бұрын ешқандай ойыншы алмай осы стадионды толықтай дамытып тастасаңыздар өкінбейсіздер. Стадионға монета өте көп береді, және де тез жинап аласыздар. Сонымен қатар бонусный реклама береді. Екеуін қосып алып, монета тез жинап алуға болады. Сосын мына стадионның ішіндегі бәрін дамытсаңыздар, тіпті керемет болады. Мұның бәрі кристалға дамыған. Коммерческий центр дамытсаңыздар, монета қосып береді, мысалы жеңген сайын. Мына набор дегенде толықтай дамытсаңыздар, сіздерге андай редкий игроктар шығарып береді. Шығарып мүмкіндігі өте көп болады. Сосын осылардың бәрін дамытсаңыздар, сіздің составыңыз да өте тез дамитын болады. Бүгіндікке осы достар. Өз ойларыңызды комментария жаза кетіңіздер. Дремлиганы жаңа бастап жатқан жандарға арнадым бұл видеомды. Және де достар, қандай видео түсірейін, өз идеяларыңыз болса, комментария жаза кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде түсіруге тырысатын боламын. Олай болса бүгіндікке осы. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше достар.